Сәлем достар, жақында менде обновление болды MacBook'те. Жаңа системаға қойған кезде менде тілі ағылшын тіліне ауысып қалды. Қалай енді осыны орыс тіліне аударамыз қайтадан? Ол үшін мына жерде настройкаға кіреміз. Настройканың ішінде мына жерде language region деген бар. Осыны басамыз. Енді қарасаңыздар, қазір бізде мына жерде бірінші ағылшын тілі тұр. Яғни клавиатурадағы тілдер қосылып тұрған сияқты, ол мына жақтан да көрсеңіздер болады. Мысалы, менде клавиатурада қосылып тұр, міне қазақша, арабша, міне. Енді осы жерден қазақ тілін біз мынау қазақ тілі деп, орыс тілін бүйтіп мына ағылшынның үстіне апарамыз. Сосын бізден сұрайды компьютер. Яғни перезагрузка жасайсыз ба дейді. Қазір егер перезагрузка жіберетін болсам мен, келесі перезагрузкадан кейін компьютердің тілі орыс тіліне ауысады, интерфейс тілі. Пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий қалдырамыз. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Рахмет, тыңдағандарыңызға пайдалы болды деп ойлаймын. Міне, рестартты бастым. Қазір компьютер қайтадан басып, қайтадан қосылады. Перезагрузка болады. Сол кезде міне қайтадан қосылды. Сол кезде бұның тілі қайтадан орыс тіліне ауысып кетеді. Каналға жазылып қойыңыздар, осындай пайдалы ақпараттарды сіздермен бөлісіп отырам. Так, міне паролімізді тердік. Қайтадан MacBook'ымыз қосылды. Қазір тексеріп көреміз бірге. Егер орыс тіліне ауысқан болса, онда біздікі сәтті жасалды деп ойлаймыз. Мінекей, көріңіздер, файл, правка, вид барлығы да орыс тіліне ауысты. Енді бізге ыңғайлы болады. Мына жерде описание, мына жерде барлығын біз орыс тіліне көре аламыз. Рахмет.